Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздермен көріскеме өте қуаныштымын. Және де бүгін бізде тікелей эфирге презентациямен қалай шығу керек деген тақырыпты талқылаймыз. Бұл жерде қазірде бізде Инстаграмда тікелей эфирге презентациямен адамдар шығып жүре, оқуын түсіндіреді, өзінің товарларын көрсетеді. Бұл ең тиімді, ең қарапайым, ең тегін жол деп айтсам болады. Осылай сіз Инстаграмыңызды, өз бизнесіңізді көтермелеп аласыз. Ал ендеше оны қалай түсіру керектігін мен сіздерге түсіндіріп өтейін. 12 презентацияны қалай тікелей эфирде жасауға болады. Сол бойынша айтып өтейін. Біріншіден, біз алдын ала слайдты немесе фотоны дайындап аламыз. Екіншіден, сіз дайындаған фото немесе слайд телефонның галереясында сақталуы керек. Үшіншіден, біз тікелей эфирге шыққан кезде белгішені басып, өзіңізге қажетті суретті таңдаймыз. Енді айта кететін жайт, тікелей эфирде слайдты фотоны қалай шығарам десеңіз, міне мен белгілеп қойдым қызылмен. Сол сурет қою батырмасын басу арқылы сіз барлығын шығара алатын боласыз. Ал ендеше осының барлығын іс жүзінде қалай болатындығын мен сізге Инстаграмда көрсетейін. Телефонымыздан біз Инстаграмға кіреміз. Инстаграмға кірген уақытта міне Инста парақша ашылды. Біз барлығымыз білеміз, қалай история салуды, қалай тікелей эфирге шығуды. Мінекей сол бөлікке өтеміз. Өткен кезде біз сәлем деп қояды. Өткен кезде біз төменгі жағынан прямой эфир деген батырманы тауып аламыз. Ескеретін жайт, прямой эфирге шықпас бұрын аудитория деген батырма бар. Яғни аудиторияны басамыз мұнда. Басқан уақытта сізге екі таңдау беріледі. Ол бірінші доступ ко всем, яғни сіз толық дайын болған кезде эфирге шығатын батырма. Екіншісі тренировка. Сіз тікелей эфирге шықпас бұрын слайдыңыз қалай болады, соны көріп аласыз. Дайындық, яғни енді тікелей эфир батырмасын басамыз. Енді осы жерден сіз сурет қою батырмасын басып, галереяға өтесіз. Галереядан өзіңізге ұнаған презентацияңызды қоясыз. Мінекей өте қуаныштымын. Дәл осылай қою арқылы сізде өзіңіздің презентацияңызды, оқу курсыңызды түсіндіруге болады. Бизнесіңізді жүргізуге болады. Яғни адаммен тікелей байланысқа шығасыз. Бұл өте қарапайым жолы және сіздің Инстаграмды жүргізудің, өз бизнесіңізді алға жүргізудің ең тиімді жолы. Және де осы эфирді сақтауды ұмытып кетпеңіз. Егер сізге осы көрсеткен барлық ақпаратым ұнаса, лайк басып, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Бұл менің еңбегімді бағалағаныңыз деп түсінемін. Ал ендеше сау болыңыздар. Келесі кездескенше.